Балалар, біз бүгін 6 саны және цифры тақырыбын өтеміз. Ең бірінші біз сандық сәулемізге қарайық. Сандық сәулемізде 5-тен кейін қандай сан тұр? 6. Енді бұл санды біз қалай аламыз? 5-ке 1-ді қосу арқылы біз 6 санын шығарамыз. Жақсы балалар. Енді мына жақтағы гүлімізге қарайықшы. Енді осы гүліміздегі жапырақтардың санын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Гүлімізде неше жапырақ бар екен? 6. Енді балалар мына бір фигурамен танысайық. Ол үшін біз фигураның бұрыштарын санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неше бұрышы бар екен? 6. Жақсы. Енді балалар қабырғасын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неше қабырғасы бар екен? 6. Өте жақсы балалар. Жарайсыздар. Енді біз 6 санын жазып үйренейік. Ол үшін біз тор көзіміздің оң жақ қабырғасын сәл төмендеу нүкте қоямыз. Енді осыдан жоғары қарай сызамыз және төмен қарай сызамыз. Бұл бізде 6 санымыз. Қайталайық. Оң жақ қабырғамыздан сәл төмендеу нүкте қоямыз. Осыдан жоғары қарай жартылай шеңбер, төмен қарай және де міне жақсы балалар. Енді сендер осылай жазып көріңдер. Жақсы, жаздыңдар ма? Енді балалар, сандар біздің мына тұрған суреттерімізді салыстырайық. Балалар, бірінші біз не көріп тұрмыз? Құмырсқа. Жақсы, құмырсқамыздың саны нешеу екен? 2. Жақсы. Ал мына жерде не көріп тұрмыз? Балапандар. Енді балапанын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неше балапан бар екен? 6. Енді балалар салыстырайық кәне. 2 көп пе? Әлде 6 саны көп пе? 6 көп. Өте жақсы. Енді балалар бағана біз гүліміздің жапырақтарын санадық. Жапырақтар неше болып еді? 6. Есте жақсы сақтапсыңдар балалар. Енді гүліміз нешеу? Бір ғана гүліміз бар біздің. Жақсы. Енді 6 мен 1-ді салыстырайық. Қайсысы кіші? 1 саны кіші. 6 көп. Енді балалар, біз мына фигурада неше бұрыш санап едік? Есімізге түсірейікші. 6 бұрыш санадық. Жақсы. Неше қабырғасы бар еді? 6 қабырғасы бар болған. Енді қайсысы көп, қайсысы кем? Дұрыс бар, 6 мен 6 тең. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Бүгін біз 6 санымен таныстық.